Қыстың қамын жаз ойла облысымызда жылыту маусымына дайындық аяқталуға жақын. Бірақ әлі де көп қабатты үйлердің бірқатары құбырларын жуып шаю және гидравликалық қысыммен тексеруден өткізбеген. Сондықтан қалалық әкімдіктің мамандары үйлерді аралап тексеріс өткізуде. Жамбыл көшесі бойындағы 152-ші үйде жеке пәтер иелері кооперативі жоқ, бірақ әр подъезге жауапты жандар бар. Олар өздерінше қысқа дайындықтарын жүргізуде. Құбырларды жуып шайғандарымен қысымды тексерістен өткізбеген. Үй жылыту маусымына дайын деген төлқұжатты да алмапты. Аталмыш көп қабатты үй өткен жылдарда жөндеу жұмыстарының салдарынан жылыту маусымына дайындықтарын кеш тексеріп, пәтерлерге жылу жұрттан кейін беріліпті. Труд көшесіндегі 51-ші үйде жылыту маусымына әзір емес, бірақ олардың нақты себептері бар. Жер төлемі суден бір арылмай қойды дейді жеке пәтер иелері кооперативінің төрағасы Валерий Концевой. Ну, к концу месяца сделаю. Почему до этого времени не делали? Потому что не делал, потому что у меня постоянно топит подвал. Я вот сейчас говорю. Постоянно. Вот только первый дождик, у меня полный подвал, потому что коллекторы не справляются. Пәтерлерге қай уақытта жылу берілетіні белгісіз, дегенмен қыстың қытымыр аязына сақадай сай болған жөн. Сондықтан барлық техникалық тексерістерді дер кезінде жасау керек. Жылыту маусымына дайындық барысында әр үй гидравликалық жоғары қысым байқаудан өткізіп, және жуып шаю жұмыстарын жүргізу керек. Бірақ кейбір тұрғындар осының бәрінің күрделілігін түсінбей, өздігінен жуып шаю жұмыстарын ғана жасайды, осы гидравликалық байқаудан өткізбейді. Онымен қыса әр үйде жылыту маусымына дайындық төлқұжаты болу қажет. Ол құжат болмаса, жылыту маусымына қосылу дер кезінде жүргізілмейді. Ондай үйлерді қар түскеннен кейін, су басталғаннан кейін қосылу жүргізіледі. Көштен кеш қалмас үшін мамандар пәтер иелері кооперативіне жылдамдатып техникалық дайындықтарды өткізуді сұрайды. Гүлнар Сайлауқызы, Дулат Мұсафиров, ақпарат.